Сәлем достар, бүгін бізде 9-20-25 отау бағдарламасы, яғни кімдер қатыса алады, қалай аламыз, қай уақытта болады, документтерді қайда өткіземіз. Толық ақпаратты білу үшін маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал ендеше кеттік. Бұл бағдарлама 2024 жылы 1 наурыз бен 30 сәуір аралығында қабылдау басталады. Зайымның максималды мөлшері Астана, Алматы қалалары үшін 30 миллион теңге, ал басқа аймақтар үшін 18 миллион теңгені құрайды. Өзі атап тұрғандай 9-20-25, яғни бастапқы жарна 20% болса, жылдық сыйақысы 9%-ды құрайды. Конкурстық негізде өтеді, яғни балл жинайсыз, сол балл бойынша ең жоғары балл жинаған кісі үйді алатын болады. Енді бұны толығырақ видео соңында айтып өтемін. Қатысу шарттарына қойылатын талаптар. Қазақстан Республикасының азаматтығы болу керек. Алғашқы жарнаны отбасы банк депозитінде кемінде 18 ай жинауы керек. Депозитіңізде ең кемінде 1 миллион теңге болу керек. Соңғы 5 жылда атыңызда үй болмауы керек. Ресми табыс көзін көрсете алуыңыз керек. Және де өтініш беру кезінде тұрақты тіркеуде болуыңыз керек. Барлық документтеріңіз сай болса, отбасы банк KZ порталында бағдарламаға қатысу туралы өтініш жолдай аласыз. Астана, Алматы және облыс орталықтарында тек бірінші нарықтан үй ала аласыздар. Егер салынып жатқан үйді таңдасаңыздар, КЖК кепілдігі болуы керек. Өзге қалаларда бірінші және екінші нарықтан да пәтер қарастыруға болады. Алынатын пәтеріңіздің максималды сомасына шектеу жоқ. Мысалы, бағдарлама бойынша сізге 20 миллион теңгеге одобрение шығып тұрса, бірақ үйіңіздің бағасы 25 миллион теңге болса, сіз 5 миллион теңгені үстінен өз қалтаңыздан қосу арқылы бұл бағдарламадан 20 миллион теңге ала аласыз. Енді 7-20-25 пен 9-20-25-ті салыстырып қарайық. Егерде 7-20 осы екі бағдарлама бойынша 25 миллион теңгеге үй алатын болсақ, алғашқы екі бағдарламада да 20% қосамыз. Бастапқы жарна 3 миллион 600 мың теңге. 7-20-25 бағдарламасымен 19 жыл бойы 114 мың теңге ай сайын құйып отырсақ, 9-20-25 бағдарламасымен алғашқы 8 жыл 182 мың теңге, қалған 11 жылы 72 мың теңгеден тұрғын үй займы бойынша құясыздар. Яғни процент, бұл 20 жылда қанша процент шығады? 7-20-25-те 11 миллион 600 мың теңге процент шықса, 9-20-25-те 12,5 миллион процент шығады. Екеуінің процент жағынан айырмашылығы көп емес. Бұл бағдарламаға документіңізді толық өткізгеннен кейін конкурс болады, яғни конкурстық негізде балдық жүйеде болады. Мысалы, депозитіңіздің әрбір жылына 5 балл берілсе, депозиттің әрбір ішінде жатқан 1000 теңге сыйақысына 5 балл беріледі. Некеде болса 10 балл беріледі деген секілді әр бала санына тағы басқа осылай балдық жүйемен есептеліп берілетін болады. Әр қазағым баспаналы болсын, бай болсын. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.